рахмет. Қазіргі біз ертіс медиа орталығында орналасқан Нәззата қоғамдық саяси әдеби көркем журналының редакциясына келіп отырмыз. Біздің басты мақсатымыз Нәззата журналының бас редакторы әйгілі ақын Асыл Әбіштен сұхбат алу. Ендеше кеттік. Асыл Әлімжанұлы Әбішев 1974 жылғы қазан айының 3-ші жұлдызында ұлылар мекені қасиетті Баянауыл жерінде ұлы ғалым Қаныш Сәтбаев туған өлке Тендік ауылында дүниеге келген. Ақын, журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, халықаралық қазақ тілі қоғамы, қоғамдық бірлестігінің Павлодар облыстық филиалының төрағасы, қазіргі таңда Нәззата әдеби көркем қоғамдық саяси журналының бас редакторы. Ақпарат саласының үздігі белгісінің иегері. 2000 жылдың ақпанынан Павлодар облысы Сарыарқа самалы газетінде тілші, экономика және саясат бөлімінің меңгерушісі, бас редактордың орынбасары. 2011 жылдың қазанынан 2015 жылға дейін бас редакторы қызметін атқарған. Шабыт халықаралық шығармашыл жастар фестивалінің поэзия, журналистика номинациялары бойынша жүлдегері және дипломанты. Қазақстан Республика президентінің жарлығымен Қазақстанның тәуелсіздігіне 20 жыл медалімен, бірнеше мәрте Қазақстан Республика ақпарат министрлігінің және Павлодар облысы әкімінің құрмет грамоталарымен, 5 рет облыс әкімінің грантымен, 4 мәрте Қазақстан журналистер одағының сыйлықтарымен марапатталған. Поэзиялық шығармалары жастық әуен, ертіс толқыны жинақтарына енген. Үйленген, отбасында 4 ұл тәрбиелеп отыр. Сәлеметсіз бе Асыл аға, маған сізде кереку баян өнерінің дамуына зор үлесін қосып жатқан тұлғадан сұхбат алу үлкен мәртебе. Ендеше сұхбатымызға көшсек, менің бірінші сұрағым, адам баласының өміріндегі ең тәтті кезеңі балық шағы ғой. Сонда сол балық дәуреніңіз қалай өтті? Мектеп қабырғасында қандай оқушы болдыңыз? Қайырлы күн, Сайына, көптен рахмет. Қуаныштымын өзіңмен пікірлесіп сұрақтарыңызға жауап бергенге. Балалық шағым Баянауылдың Қаныш Сәтбаев ауылдық округі бар. Сол Қаныш Сәтбаев Түлкінді қан тамған жер Тендік деген аталған, бұрын қазір Мұса Шорман ауылы деп аталады. Сол жерде туып, балалық шағым сол жерде өтті. Көк көйлек киіп, көбелек қудым, көк шөпті аунап қунадым, ауылдың суына шомылып, топырағын таптадым. Барлық ауыл балалар секілді менің өмірімде осындай ерекшеліктерге толы болып өтті. Бір айта кететінім, мектептің қабырғасына 5-ші сыныптан бастап оқып жүргенде ауылдағы әр жаздың 90 күнінде 3 ай демалысында жұмыс істедік біз. Жұмыс істегенде сол уақытта қандай жұмыс болды ол кезде? Малшылардың ауыл болғаннан кейін малмен қатысты, малды емдеуге қатысты ветеринария дейді ғой. Сонымен қатысты жұмыстар көп болды. Ол жаңағы қозы суару дейді, жаңағы емдік бағыты бар. Кубкалау дейді, жаңағы кубка дейді қойды, қой сүйреулеу дейді, қой қырқу дейді. Осындай жұмыстарға араластық әр жазда. Біз осы жерде табыс табайыншы деген ой болған жоқ. Біздің соның қызығында елітіп, сол жерде жүру бізге мақсат болды. Сондықтан өте керемет өтті осының бәрі. Әнде еңбекке баулындық, әнде қызықты балалық шағымыз өтті. Мен қазіргі күні толғанып жүрмін, жазып жүрмін. Осы балалығымды жинап, балалық шағыма қатысты бір әдеби шығарма тудыру менің мақсатым, ойым болып тұр қазір. Осы мектепте алабөтен ешкімнен асып тасыған ештеңем жоқ. Барлық ауылдың балалар секілді оқыдық. Бірақ менің ерекше қызығушылығым үйірмелерге деген ерекше болды. Спорт үйірмелері, соның ішінде футбол, күрес, теннис деген барлық түрлермен айналыса бердім. Домбыра үйірмесіне қатыстым. Осының бәрі менің болашақ өміріме түрткі болып, болашақ жетілуіме себеп болған шығар. Сондықтан мектептегі өмірім өте қызықты өрілді. Біз кітапқа құмар болып өстік, біз шараларға көп қатыстық. Соның барлығының пайдасы болған шығар менің болашақ өміріме. Қысқаша айтқанда осы балалық дәуренім мектептегі кезең. Сіз бос уақытыңызда неме шұғылданасыз? Бұлай деген сөз бар. Бос уақытымның жоқтығын айтып қапаланма дейді. Босқа өтіп жатқан уақытым үшін қапалан дейді.
менің мына уақытым бос өтпейді. Бос уақыт дегенде қалай? Мен өзім 2-ші сыныптан домбыра тартып үйрендім, мән сала бердім. 3-ші сыныптан гитара тартып үйрендім, мән сала берем қазір. Спорт залдан табыламын. Мысалы, сондықтан кітап оқимын, көптеген шараларға қатысамын. Сондықтан менің қазіргі бүгінгі күнге дейінгі өмірімнің уақыттары белгіленген. Мысалы, өзіңмен де бүгінгі кездесуден алдын ала хабарласып, сөйтіп келісіп қойдық. Әйтпесе біздің жұмыстың бабысы сол уақыттың табыла бермейтін жаңағы кезең көп болады. Сондықтан бос уақытта кітап оқу, ең алдыңғы кезекке қоямын, спортпен айналысу, кітап оқу, жаңағы өнерімнің, жаңағы домбыра тартып, ән айту, осылармен уақытымды өткіземін. Сосын жақсы фильмдерді қараймын, әсіресе деректі фильмдерді көп қараймын, танымдық, өйткені пайдалы. Кинофильмдерді да қараймын, бірақ деректі фильмдерді өте көп қараймын, және де жас балаларға да сондай кеңес беремін. Өйткені қосымша білімдену дейді ғой. Мысалы, 45 минут мұғалімнің мектептегі білімі көп нәрсені берілмеуі мүмкін, өйткені уақыт 45 минут шектеулі. Ал енді қосымша білімдену өзіне байланысты. Қосымша білімдену ол ютубтегі деректі фильмдер, ол сала-саламен бөліммен, жаңағы космос туралы фильмдерді қарадым уақытында көп, космос туралы кітаптар оқыдым, кейін мынау басқа ұлттарды, мемлекеттерді игеру, әлем тану дейді. Осының бәрін. Сондықтан менің бос уақытым осындай дүниелерге арналады. Қазіргі қоғамда сізді не толғандырады? Қазіргі қоғамда толғандыратыны жастардың тәрбиесі. Өйткені бүгінгі қоғамдық ортаны қалыптастырушы жастар біздің Қазақстан мемлекетінің және ұлттың ертеңі, ол да жастар. Мектептің қабырғасында. Толғандыратын дүние не? Бүгінгі жастардың тәрбиесіне қатысты ғой. Кітап оқымаймыз. Кітап оқудан қалдық. Өте ол қауіпті дүние. Ол адамның өзіне емес, ол ұлттың болашағына қауіпті дүние. Кітаптар жоқ емес, бар, көздің жауын алатын түрлі дизайнда, түрлі тақырыпта шығарылып жатыр. Кітапханаларымызға да түсіп жатыр, мектептердің, бірақ сол оқылмайды. Міне жастардың осындай мәселесін айтатын едім. Егер сен қосымша білімденбесең, өзіңнің ой өрісіңді кругозор дамыта алмасаң, сен бәсекеге қабілетті бола алмайсың. Сондықтан кітапты көп оқыса екен деймін, жастар көп ізденсе екен деймін, өнерлі болса екен деймін, спортпен айналысса екен деймін. Қазіргі жастардың мені қуантады, енді бұрынғыдай ұрлық, қарлық, жаңағы шауып кетті, тұрып кетті деген жоқ. Бірақ соған қарамастан жастардың ұлттық руханиятты көрсету, болмысын көрсетуге келген кезде кемшілігі көп. Ал оның түгелі тәрбие кітапта жатыр, жақсы дүниені көргенде жатыр. Соған байланысты мен ойлаймын. Сондықтан мен үшін жастардың тәрбиесі үлкен өзекті мәселе болып табылады. Сұхбатыңызды жалғастырайық. Қазіргі таңда қандай қоғамдық істермен айналысасыз? Қоғамдық істер, жалпы менің 2 мамандықтың иегерімін. Мектеп қабырғасының Алтынсарин гимназиясын бітірдім. Мен аттестация жинадым, сонда оқып жүргенде мұғалімдікке қызығушылығым болды. Одан кейін мектептік қабырғасында оқып жүргенде мына облыстық газеттерге мақала, материал беріп тұрдық. Өлеңінде шыққан. Сосын 2-ші мамандық журналистика деген қызығушылығым болды. Енді мұғалімдікті бірінші оқып бітірдім мен педагогикалық институттан. Кейін университеттен журналистика мамандығын алып шықтым. Енді мен қазір журналистика саласында қызмет атқарып жүрмін, журнал шығарамыз. Одан кейін қосымша жұмыс халықаралық қазақ тілі қоғамы деген ұйым бар. Осы қоғамдық ұйымның Павлодар облысы филиалының төрағасымын. Біз енді мемлекеттік тілді дәріптеу, насихаттау, қолданыс аясын кеңейту, мемлекеттік тілдің өрге басу мақсатында жұмыс істеп халыққа әнше жүріп жатырмыз. Манатында адамдар, тұлғалар өте көп, осы тілдің жаңашылдары, солармен бірлесіп жұмыс істеп жатырмыз. Енді кемшілік те бар, жетістік те бар, әрқалай. Бірақ мемлекеттік тілге деген бүгінгі жастардың ұстанымы қарап мен шошимын. Қазақ мектебінің өзі балалары орысша сөйлесіп жүреді. Осының бәрін кейінде мақала жазғанмын мен, мәселені көтергенмін, әлі де көтеріп келеміз.
Сондықтан одан басқа жастарға әдеби бағытта жұмыстар жүргіземіз, кездесулер өткіземіз, бағыт бағдар береміз, шығармашылық. Жалпы шақырып айтсақ, Жанам деген жүрекке от береміз, Шағам деген жігітке ат береміз демекші, жалындап тұрған, шабыты бар, таланты бар адамдарға, жастарға қолдау жасауға біз әрдайым бейілдіміз. Міне осындай қоғамдық жұмыстармен айналысамыз. Түсінікті. Енді оқушыларға арналған кітап сарқылмас қазына сияқты көптеген жобалардың өткізілуіне сіздің ойыңыз қандай? Бұл қоғамға қандай әсерін тигізеді деп ойлайсыз? Өте қажет. Мен бағана жоғарыда сауалыңызға жауап берген айтып өттім. Өте бір кемшіліктің біреуі кітаптың оқылмауы. Кітап оқылмаса, ол сана сезім сөгіледі деген сөз. Санамыз сөгілмесін деген ұран бар. Мен уақытында осылай мақала жаздым тақырыппен. Санамыздың сөгілуі кітаптың оқылмауы. Ал енді мына мектептерде, білім ордаларында түрлі акциялар ұйымдастырылып жатады. Кітап оқитын мектеп, жаңағы кітап сарқылмас қазына деп отқан өзіміз айтып жатқан. Сондықтан осының бәрінің пайдасы бар. Бірақ осының пайдасы бар екен, оқушы бала, шәкірттер түсіне білгенсе екен. Мұғалімдерден ешқандай жаңағы кемшілік жоқ. Ол кісілердің бәрі тартады, жақсы болсын дейді, оқуға шақырады. Мынандай сөз бар ғой, түбінде бүгінгі күні компьютердің басында отырғандардан кітап оқығандар озады. Ол рас. Сіз компьютердің алдында қаншалықты отырсаңыз да, сіздің интеллектуалдық деңгейіңізді, бәсекеге қабілеттілігіңізді сіздің ой өрісіңіз алып шығады. Ой өріспен тілдік қор, кітап оқытаннан қалыптасады. Интернет сізді бере алмайды толыққан. Тұшынбайсыз. Сондықтан тұшыну үшін кітапты көп оқу керек. Сондықтан сарқылмас қазына кітап деген осындай акциялардың берері мол. Менің өзім де туған мектебіме, туған ауылыма 2-3 мәрте кітап апарып сыйладым. Осы қаладағы тұрып жатқан қаламыздағы мектептерге кітаптар сыйлаймыз, акциялар жүргіземіз. Сондықтан кітап жинау мұрат емес, оқу мұрат деген сөз бар. Кейбіреулер кітапты неге қойып қояды, сөрелеріне. Соған марқаяды. Қазақта бар деп ойлап, бармағын сора бер деген сөз бар. Менде кітап бар деп ойлап айтады да, соған малданып жүреді. Ал ол тұрған кітаптың керегі оқылмаса. Сондықтан кітап жинау мұрат емес, оқу мұрат деген сөз содан қалған. Менде жақсы кітаптарды балаларға беріп келіп тұрады, беріп жүрмін. Кітаптарын жоғалтып жатамын. Әрине ол ештеңе емес, егер ол пайдалы болып, біреуге пайдасы тигізіп оқылып жатса. Сондықтан кітап бәрібір білімнің бұлағы. Бәрібір сенің өмірде бағыт бағдар. Сонда жатыр. Оқуға шақырамын. Өзіңді оқу. Ал сүйікті кітабыңыз қандай? Сүйікті кітабым туралы адамдар көп сұрайды. Менде көп сүйікті жазушым, сүйікті ақыным дегендер. Оған мен көп сұхбатта осындай жауап бергенмін. Мен сүйікті кітабыңызға жауап берейін. Қаржаубай Омаров деген жазушының Әке деген повесі бар. Оқымасаңыз оқыңыздар. Мен бейнекамераға қарап айтайыншы, құрметті жастар, оқушылар, Қаржаубай Омаровтың Әке деген повесін оқыңыздар. Повесть деген үлкен роман емес, ол орташа көлемдегі прозалық шығарма ғой. Соны оқыңыздар. Маған қатты әсер еткен осы кітап. Сондықтан осы кітаптың ішінде балалық бар, өзің айтып отқан жаңа маған кейіпкерлерінің қарым-қатынасы, оқиғаның өрбуі ерекше әсер етті рас. Кейбіреулер осы кітапты оқып отырып жылайды да. Сондықтан адамдық қасиет, перзенттік парыз бәрі осы жерде жатыр. Осы кітап Әке повесі Қаржаубай Омаров. Ерекше сүйікті ол. Өмірімді қала береді. Ал сіз айтып тұрғаныңыздай, ақын және тіл жанашыры болып қалыптасуыңызға немесе кімдер әсер етті? Сезімсіз серілер, безбүйрек келіндер қоғамды жаулаған содан сақтасын деген үлкендердің сөзі бар. Не әсер етті деген айтайын деп отыр. Сезім. Ішкі сезім, психологиялық дайындық. Сезім қайдан келеді? Сезім бағана айтып отқан кітап оқудан келеді. Егер сіз сезімсіз болсаңыз, кітап оқымасаңыз, сезім жоқ. Сезім деген не? Сізде аяушылық сезімі деген болмайды, махаббат сезімі деген болмайды, жанашырлық сезімі деген болмайды, жақынға деген сезім болмайды, құрбыңа деген, досыңа деген достық сезім деген дұрыс қалыптаспайды. Сондықтан сезімде барлық дүние жатыр. Менің тілге жанашырлығым, ұлтқа жанашырлығым,
қоғамға, ұрпаққа өздерінің жанашырлығын күллісі оқудан, тоқудан, содан қалыптасқан сезімнен, айнала төңірекке көз жүгіртуден қалыптасты. Сондықтан біздің бүгінгі қоғамымыз мықты болсын деп біз ойлаймыз. Сонымен жүгіріп жүрміз. Мектептерге барамыз, балалармен кездесеміз, ақыл өнеге айтамыз. Өйткені біздің өзіміз сол ақыл өнегені үлкен мұғалімдерден, үлкендерден алдық. Мынандай Софокл деген философ бар. Сол кісіден сұрапты. Қарап тұрмын, сіз керемет мәдениетті адам екенсіз. Осынша мәдениетті кімнен үйрендіңіз депті. Сонда кісі жауап берді. Мәдениет сіздерден үйрендім депті. Яғни өмір, айналадағы кемшілік, айналадағы жасандылық түгел сізге сабақ болады. Біз содан сабақ аламыз. Сондықтан біз өзіміз алған сабақты ұрпаққа өздеріңдей шәкірттерге үйретсек екен, солар білсе екен деп жүрміз. Сондықтан жанашырлық тілге деген, әдебиетке деген, ұлтқа деген, рухқа деген сезімнен, кітап оқудан, тәрбиеден қалыптасты. Ақын болу үшін қандай қасиеттер болу керек? Ақын болу үшін талантың болу керек, кітап оқу керек. Өзгені оқымай, сен өзің ақын бола алмайсың. Кейбіреулер бар, поэзиялық кітап оқымайды, поэзиялық шығармаларды оқымайды, бірақ ақын, қасиетті атау. Мен оны қожалық қылуға жол берілмеймін, өзім жүрген жерімде. Мен және де өзім ақынмын деп жазғызып, еш жерде күлбетке болсын сөйтпеймін. Ақындық деген ол орысша признание дейді ғой, қазақша сені мойындауы екі-үш адамның емес, қалың оқырманның, жұрттың мойындауы. Біз Мұқағалиді мойындадық па? Мойындадық. Мұқағали мойындалған. Ал енді кейбіреулер бар, 40-50 кітап шығарады, бірақ оқырман ол кісіні білмейді. Оқырманның арасында ол кісі жоқ, өзін таппай жүр. Мұқағалилар азғантай 4-5 кітаптың авторы, бірақ күллі қазақтың, ес қазақтың сүйікті ақынына айналып кетті. Ол шығармаларына байланысты. Сондықтан талант керек, ол конкурстан алған бәйге, жүлде, сен өмірде ақынсың ба, ақын емессің ба, танытпайды. Менің сөзім бар, айтып жүрмін. 20-ға дейін бәрі жасап, 20-дан кейін не ақын, не ақымақ жазады. Жастық желікпен әркім жаза береді деген ғой. Ол сосын кейін мен шартты түрде айтып жатырмын 20-дан кейін деген. Уақыты келген кезде ол ақынсың ба, ақын емессің ба, іріктеліп, екшеліп қаласың. Халық екшеп алады. Талант керек. Құрметті көрермен, дүйім жұртқа Асыл Әбіш атымен әйгілі ақын ағамызбен сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Жүрген сон бауырында күнде көріп, таулардың биіктігі байқалмайды деген өлең жолдары сізге арналғандай. Асыл аға, сізге шығармашылық табыс тілеймін. Қаламыңыз мұқалмасын. Оқырмандарыңызды жақсы жырларыңызбен қуанта беріңіз. Амин. Рахмет Саида. Өздеріңе табыс тілеймін. Білімді болыңыздар, өнерлі болыңыздар. Биіктерді көре білейік. Ұлттың рухын ертең алысқа биікке көтерудің өздеріне сенім артамыз. Рахмет.